Әдебиеттік оқуымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз табиғат сипаты. Бәріміз кітапқа қарайықшы. Кітапта берілген табиғат құбылысының сөздер бар екен. Бір-бірімен осы табиғат құбылыстарын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіреміз. Қар, жел, боран, жаңбыр, найзағай. Қасындағы көмекші сөздері бар. Гүл деген, сақылдаған, түнерген. Кім мысал келтіреді тән? Ал, Әдемай. Дұрыс. Ал, Алинұр. Дұрыс. Жаттығуды жазамыз. Бәріміз дәптерлерімізге бүгінгі күнді жазайық. Әдебиеттегі не жауып тұр өлеңін мәнерлеп оқиық. Түсініп, Аружан, баста. Не жауып тұр? Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбырын, шыға алмай далаға. Әдемай, жалғастырамын. Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбырын, шыға алмай далаға. Отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді апам қуанып. Тегі аққа жұрт қарық болатындай.